Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде бірінші атопша элементтерінің физикалық және химиялық қасиеттері. Ал әнші бастайық. Физикалық қасиет дегені, физикалық қасиет деген заттың сыртқы сипаты, түсі, агрегаттық иісі қандай болады, сол туралы сипаттаймыз. Ал әнші натрий мен калий туралы айта кететін болсақ, натрий, калий, күміс түсі жеңіл металдар, олардың тығыздықтары 0,968 және 0,86. Сонда натрийдікі 0,968, калийдікі 0,86. Кім ауыррақ болып тұр сонда бұл жерде? Әрине натрий ауыррақ болып табылады екен. Вот МР сәйкесінше натрийдікі кіші болғанымен тығыздығына қарайтын болсақ, натрийдің массасы ауыр болады екен. Так, одан кейін енді бұл басқа металдармен салыстырсақ әрине аз, бірақ бірінші атопша элементтерін өзара салыстыратын болсақ, натрий ауыр металдарға кетеді екен. Келесі, бұлар жұмсақ болады екен, және бір қызығы пышақпен кесілетін металдар болып табылады екен. Яғни бұларды бұлай пышақпен кесе берсеңіздер болады. Пышақпен кескен кезде, пышақпен кесілген жері, яғни жаңа бір бөлігі пайда болады ғой, сол жері жылтырайды. Натрий сары түсті болып жылтырайды, ал калий болса күлгін түсті болып жылтырап тұрады екен. Так, натрий мен калийді ауа қатыстырмай керосиннің немесе машина майының астын сақтайды. Неге ондай жерде сақтайды? Натрий мен калий өте белсенді, сол себепті олар кез келген затпен әрекеттесіп кете алады. Ауадағы оттек болсын, су болсын, басқа да элементтер болсын, олармен тікелей реакцияға түсе береді. Сол себепті олармен реакцияға түскізбес үшін, және оларды сақтап қою үшін, біз сонда бір енжар, ешкіммен әрекеттеспейтін, яғни натрий мен калийдің өзі бірінші жерде әрекеттесіп кетпейтін заттармен сақтау керек екенбіз. Оған как раз керосин және машина майы жатады екен. Вот сондай жерде біз сақтаймыз. Ал енді химиялық қасиеттерін бастайтын болсақ, натрий мен калий қандай реакцияға түседі, вот сол туралы қазір сөйлесіп көреміз. Кеттік, ең бірінші оттекпен әрекеттеседі дейді. Натрийға оттек қосақ, бізде натрий 2O деген зат түзіледі. Бұл бізде әрине натрийдің оксиді. Келесі, бейметалдармен әрекеттесу, вот натрий бүкіл бейметалдармен әрекеттесе береді. Натрий хлор, натрий 2S, натрий сутек, натрий фосфиді деген заттар бізде осылай түзіледі. Міндетті түрде бұлар теңестер болатын болсақ, 2, 2, 2, так, 2, 2, мына жерге 3. Мына жерде натрий хлориді, мынау натрий сульфиді, мынау натрий гидриді, мынау болса натрий фосфиді деген зат. Сумен әрекеттесу, натрий сумен әрекеттеседі, бізде натрий гидроксиді деген зат түсіледі, және сутегі. Вот осындай бізде ерекшелік. Сутек бізде еще газ. 2, 2, 2. Қышқылдармен әрекеттесуін қара жүрек. Натрийға H хлор қоссақ, натрий хлор және сутек түсіледі. Натрийға H2-ді қоссақ, натрий 2, SO4 және H2 деген заттар бөлінеді. Бәрін бұлай біз теңестіріп алайық. Так, астында реакцияға натрийға 2 қойсақ теңеседі екен. Қышқылдармен де әрекеттесе береді. Келесі, натрий оксидінің қасиеті. Яғни біз бұған дейін қазір тек натрийді әрекеттестіріп жатсақ, қазір натрий оксиді кіммен реакцияға түседі, соларды қарастырамыз. Ең бірінші сумен әрекеттеседі екен, натрий оксидіне су қоссақ, натрийдің гидроксиді түсіледі. Натрий оксидіне CO2 қоссақ, кәдімгі қарапайым қосылу реакциясы болады. Натрий 2 CO3 деген затқа айналып кетеді. Ал енді натрий 2Оға H2 қоссақ, натрий 2 SO4 және H2 деген затымыз түзіледі. Алмасу реакциясы. Тек бәрін теңестіретін болсақ, бірінші реакциямыз тең, екінші реакциямыз тең, үшінші реакциямыз тең екен. Енді натрий гидроксидтердің қасиеттерін көрейік. Қараңыздар, натрий гидроксидінің басқаша аты бар екен. Натрий гидроксидінің басқаша аты каустикалық сода. Яғни каустикалық содаға тұз қышқылын қосты деген кезде, каустикалық сода деген не еді деп ойланып қалмай, бұл натрий гидроксиді екенін біліп жүрсеңіздер. Ал енді кеттік, сол каустикалық содаға тұз қышқылын қосайық. Натрий хлориді және су. Каустикалық содаға цойк қоссақ, натрийдің гидрокарбонаты түсіледі. Каустикалық содамызға мыс хлоридін қоссақ, натрий хлориді және купрум гидроксиді деген зат түзіледі. Каустикалық содамызға мырыш оксидін қоссақ, натрий 2, цинк O2 және су деген зат түсіледі. Және соңғы каустикалық содамызға мырыш гидроксидін қоссақ, бұл жерде кешенді қосылып түсіліп кетеді. Натрий, так. Кстати, мен дұрыс жазбай жатыр екен уже. Натрий 2, тікі жақшада цинк, OH, 4 еселенген деген зат түзіледі. Так, қосу еш нәрсе болмайды. Просто осылай қалады. Вот осындай бізде реакциялар. Бұлар теңестіру қалды. Бірінші реакциямыз тең, екінші реакциямыз тең, үшінші реакциямыз тең емес екен. 2 қоямыз, сумен теңесті.
Так, мына реакцияда натрий гидроксидін 2 қоямыз. Так, сонымен теңесті. Соңғы реакцияға да натрий гидроксидін 2 қойсақ теңеседі екен. Так, давайте атауларымен танысып кетейік. Натрий хлориді, натрий гидрокарбонаты немесе ас содасы. Натрий хлориді қайтадан мыс гидроксидімен. Мынау заттың аты натрий цинкаты. Натрий цинкаты. Ал мынау болса натрий 4 деген тетра, натрий тетра гидроксо цинкаты. Натрий тетра гидроксо цинкаты. Келесі натрий пероксидінің қасиеті. Ең бірінші натрий пероксиді деген нәрсенің формасына назар аударайық. Бұның формасы натрий 2O2. Бұл көмір қышқыл газымен әрекеттесе алады екен. Бұл кезде натрий карбонаты және оттегі деген зат түзіледі. Теңестіретін болсақ, бәріне біз былай 2-ні қойып шығамыз. Енді келесі бір ақпаратты түсініп алайық. Жігіттер, қыздар, қараңыздар. Мына реакцияда бір ерекшелік бар. Біз мына реакцияда SO2-ні қосып жатырмыз. Взамен оның орнына кімді алып жатырмыз? Оттекті алып жатырмыз. Яғни көмір қышқыл газының бір зат өзіне сіңіріп, оттегін бөліп шығарып жатыр. Бұл реакцияны қайда қолдансақ болады? Бұл реакцияны біз оттекті қалпына келтіретін арнайы бір құрылғыларда қолдансақ болады екен. Мысалы, тыныс алу аппараты. Мысалы, ковид болған кезде барлықтарыңыз білеміз, көп кісілер больницаға түсті. Сол больницаға түскен кезде олардың мұрындарына арнайы бір аппараттарды былай жауып қояды. Яғни тыныс алу аппараты. Ковидпен бірге пневмония деген ауру қатты тараған болатын. Осы екі ауруды болдырмас үшін дәрігерлер оларға әрине оттегі беретін арнайы құрылғыларды қойып қояды. Сол аппараттар осы пероксидтермен жұмыс жасайды екен. Яғни адам SO2-ні былай дем шығарған кезде шығарады. Сөйтіп сол аппарат SO2-ні өзіне сіңіріп, кіммен әрекеттестіреді? Натрий пероксидін әрекеттестіреді. Сөйтіп ол натрий пероксиді көмір қышқыл газымен әрекеттесіп, оттегі деген затты қайттан бізге береді. Ар жақтан оттек қайттан келеді. Сөйтіп адам сол оттегімен дәлшіктен сала береді. Бұл аппарат тағы да бізде дайвингте қолданады. Дайвинг дегене, мысалы біз судың астына былай сүңгитін адамдар білеміз ғой. Үстіне полностью экипировкасын киіп алып, артына баллончиктен қойып әрине, және мұрнынан бір тыныс алатын арнайы аппаратын қойып қояды. Сол құрылғысында бізде тоже натрий пероксиді болады екен. Яғни мен бұрында солардың мультфильмдерін, я болмаса киноларын көргенде артында баллончиктер болады. Мен ойлайтын, осының ішінде ауа болатын шығар деп. Бірақ оказывается, ауа болмайды екен. Ауа болған күннің өзінде ол өте тез уақытта таусылып қалады. Сол себепті одан біз натрий пероксидін қолданғанымыз жөн екен. Осы натрий пероксиді ауаны, точнее тыныс алу кезінде ауаның құрамында оттекті қалпына келтіруде қолданылатын ең негізгі заттардың бірі болып табылады екен. Осындай біз қызықты реакциямен таныстық. Одан бөлек тағы натрий пероксиді маталарды ағартуға қолданады деп жазып қойыппын. Енді жігіттер, қыздар, қолдану деген ұғым бар. Яғни натрий мен калийдің қосылыстары қай жерде қолданылады, солардың барлықтарын біз білу керекпіз. Оларды білу үшін мына ақпараттарды біз оқып жаттап алуымыз қажет. Ал енді бастайық. Натрий гидроксиді, яғни каустикалық сода реагент ретінде қолданады екен, және қағаз өнеркәсібінде жасанды талшық алуда, мұнай мен майды тазартуда қолданады екен. Натрий карбонаты мен натрий гидрокарбонаты. Бұлар бізде сода деп аталады. Сода бұл химияда өнеркәсібін тонналап шығарылатын заттардың бірі болып табылады. Әртүрлі салада қолданады екен. Ең негізгі салалары сабын, сосын қағаз, тоқыма және тамақ өнімдерінде қолданады екен. Келесі натрий нитраты. Қараңыздар, мынау нитрат деген заттар бұлар көбінесе тыңайтқыш болып табылады. Яғни калий нитраты болсын, натрий нитраты болсын, аммоний нитраты болсын, яғни нитраттар олар бізде тыңайтқыш. Тыңайтқыш дегенне орысша айтсақ удобрение. Өсімдіктің мықты, дәу, әрі жемістері мощный болып шығатындай қылып жасау үшін біз осындай тыңайтқыш деген нәрсені қолданамыз. Одан бөлек тағы натрий нитратына біз шынын жасайды екенбіз, және тамақ өнімдеріне консервант ретінде қолданады екенбіз. Келесі натрий хлориді. Бұл ас тұзы. Ас тұзына біз әрине тамақ өнеркәсібінде қолданамыз. Күнделікті үйде осы тамаққа ас тұзын қосып жатырмыз. Одан бөлек ас тұзының тағы да бір маңызды қасиеті, ол тамақты сақтайтын қасиеті бар. Яғни бұрынғы уақытта біздің етіміз тез уақытта құртылып кететін болса, сол ет ұзақ уақыт бойы сақталып тұру үшін біз оны тұздап қою керек екенбіз. Сол кезде біздің етіміз ұзақ уақыт бойы сақтап сүрленіп жеуге жарамды болып тұрады екен. Осындай бізде натрий хлоридінің маңызды қасиеттерінің бірі болып табылады. Ары қарай натрий хлоридінің тағы да бір қызықты қолдану аясы бұл медицинада.
медицинада физиологиялық ерітінді деген нәрсені қолданады. Физиологиялық ерітінді біз қысқаша физраствор деп атаймыз. Кім андай капельница алып көрген, сол білет. Біздің қанымызға бірінші осы физрастворды енгізеді. Я болмаса физраствормен бізге қажетті дәрі екеуін араластырып, капельница арқылы біздің дәрімізге салып отырады. Сол физраствордың ішінде кім болады екен сонда қазір? Натрий хлориді болады екен. Физиологиялық ерітінді яғни. Одан бөлек тағы жарақаттарды жууда қолданады, яғни бактерияларды құрып тастайды сол кезде натрий хлориді, және компресс жасауда қолданады екен. Компресс дегенде біздің мысалға мойымыз ісіп кететін болса, тамағымыз ауыратын болса, осы жерде былай натрий хлоридімен байлап, нығыздап, қыздыру үшін жасап қояды. Соны компресс деп атайды. Келесі натрий цианиді. Бұл енді азырақ айтылатын ақпарат тау жыныстарында алтынды гидрометаллургиялық әдіспен бөліп алу кезінде қолданады дейді. Және гальванотехникада күмістеу, алтындау деген процесте қолданады. Яғни осындай специфичный қолдану аясы бар екен. Атының өзі сәл басқаша, цианид. Натрий хлораты қайда қолданады? Темір жол бойын зиянды өсімдіктерден сақтау үшін қолданады екен. Зиянды өсімдіктерден сақтау үшін, яғни бізде темір жол болса, рельстің ортасында бізде ағаштар тұрады. Сол темір жолдың бойында енді әрине астында топырақ, яғни жерден тұрады ғой. Сол жерде өсімдіктер өсіп кете береді екен. Особенно шөптер. Сол шөптер дұрыс шықпау үшін, жүрген кезде пойызға кедергісін келтірмеу үшін біз сол арнайы рельстардың бойына натрий хлоратын шашып кетеді екенбіз. Натрий хлораты өсімдіктерді мүлде өсіргізбей қоятын қасиеті бар екен. Яғни бұндай затты біз гербицид деп атаймыз. Гербицид. Сонда натрий хлораты қандай мақсатта қолданылса болады? Гербицид деп аталатын мақсатта қолданылады екен. Келесі калий гидроксиді сабын алуда қолданады дейді. Калий гидроксидін біз сонда сабын жасайды екенбіз. Қандай сабын жасаймыз? Сұйық сабын жасаймыз. Орысша айтсақ, жидкое мыло. Өндірілетін калий тұздардың 90% тыңайтқышқа кетеді екен. Калий өсімдіктердегі фотосинтез процесін тездетіп, көмірсулардың жиналуын күшейтеді. Получается, фотосинтездің жылдамдататын элемент бұл калий. Келесі калий карбонаты бұл шыны өндірісіне кеңінен кездеседі екен. Жуғыш қабілет болғандықтан сабын жасайды. Қайтадан сабын жасауды қолданып жатыр, байқасаңыздар. Ал енді калий хлораты мен калий нитраты бұл пиротехникада қолданылатын заттар болып табылады. Пиротехника дегене от шашу. От шашу, фейерверк, порох деген секілді заттарды осы калий хлораты, калий нитраты қолданылады екен. Калий иондары, яғни калийдің өзі жүрек пен жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс жасауына қамтамасыз етеді дейді. Ал калий перманганаты болсын, микробтарды жоятын күшті қасиеті бар дейді. Калий перманганаты бұл марганцовка. Күлгін түсі сұйықтық бар, который кішкентай балалар шомылдыратын. Осы калий перманганаты екен. Так, осындай залалсыздандырғыш қасиет болған екен, оны қолданады екен. Калийдің жалын түсі күлгін, натрийдің жалын түсі сары түсті болады деп, мен тоже жазып қойып. Так, осымен жігіттер қыздар, біздің бірінші топша элементтеріміз бітті. Ары қарай практикалық бөлімге көшейік. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Кеттік. Бірінші сұрақ, екінші сұрақ, үшінші сұрақ, төртінші сұрақ, және бесінші. Енді 5 сұраққа толықтай жауап берген болсаңыздар, осымен біздің жауаптарымызды да ашып көрсетуге болады. 5 сұрақтан қаншауының дұрыс жауап бердіңіздер, соны комментария қалдыра кетіңіздер. Видеоны лайк басып достарыңызға таратыңыздар.